әрбір мемлекеттік қызметкер өзінің мемлекетпен берілген құзыреттерін жүзеге асыру барысында мысалы белгілі бір жұмыстармен айналысуға заң бізде тыйым салады. Мысалы, бұлардың қатарына біз қандай жағдайларды алып қарастырып кетуімізге болады. Ең алдыменен, мысалы үшін бізде міндетті түрде сіз мемлекеттік қызметке жұмысқа тұрған кезде сіздің басты мақсатыңыз бұл жерде пайда табу емес, бірінші орында мемлекеттің мүддесін, халықтың жағдайын ойлаумен негізделеді. Ал егер де сіз мемлекеттік қызметке келе отырып, ең бірінші орында өзіңіздің бизнесіңізді немесе өзіңіздің басқа да бір әлеуметтік жағдайларыңызды меңзеу мақсатында келе отырып, жаңағы бағытта жұмыс істейтін болсаңыз, онда бізде жаңағы осы сыйыспаушылық мәселелері орын алатындығы көрінеді. Ең алдыменен бұл жерде біздің айтатын мәселеміз мынандай бір цитатаны еске алып қарастырып кетуге болады. Яғни біздегі коррупцияны тоқтатуда ең үлкен алға қойылатын мақсат ол жаңағы бизнесмен мен чиновниктің бір сатыда бір дәрежеде болмауы. Яғни қай уақытта бизнесмен және чиновник бір тұлға ретінде болатын болса, ол жерде мысалы үшін ешқандай мемлекеттік қызмет ешқашанда алдыға баспайды. Сондықтан бірінші орында бізде мынау халықаралық тәжірибені алып қарайтын болсақ, көптеген елдерде жаңағы белгілі бір тұлға мемлекеттік қызметке келген кезде өзінің барлық бизнесін алаттағы тапсырады. Арнайы жаңағы тапсыру қызметтеріне, яғни жаңағы сенімгерлікпен тапсыру қызметінде негіздеп сол арқылы жүзеге асырады. Сондықтан осындай бағыттар. Ал енді жаңа педагогикалық білім беру, сол сияқты басқа шығармашылық туындыларында мемлекеттік қызметкерге жұмыс істеу бұл әрқашанда жақсылық болып қабылданатындығы негіз.